философ болсам бе, әлі қажеттілік бе? Ең бірінші кезде философия деген не? Философия ол грек тілінен аударған кезде даналық ілім білдіреді. Ең бірінші шыққан жерлері ол ежелгі Грекия, Қытай, Үндістан. Философтар ол кімдер? Ол дана ойшылдар, адамдарға жол беретін ақыл ойшылар деуге болады. Мысалы келген кезде Пифагор ең бірінші философияны ғылымға әкелген. Тағы да Аристотель, қазақтан шыққан Әл-Фараби, Абай, соның бәрі шәкәрім, соның бәрі өзінің жылдарында философ болып шыққан. Енді өзім сұраққа келген кезде, Ерасыл, философқа сән әлі қажеттілік деп ойлайсың? Не қалай ойлайсың? Философия мен үшін қажеттілік деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда мүмкін социальный сетте немесе қазіргі өмірдің өзінде сөздердің шын немесе өтірік екенін қазір білмейміз. Өйткені қазіргі адамдар философияға бай емес. Ал философия ол сөздердің яғни шын, яғни сыни түрде оның дәлелін іздеп, яғни адамға компас ретінде жолын ашатын зат деп есептеймін. Амбол, сіз қалай ойлайсыз? Онша қазіргі таңда мыңдаған адам философиясыз да өмір сүріп жатыр. Олардың өмірінде қатты өзгеріс болып жатқан жоқ. Философиясыз өмір қайғысыз өмір болып жатыр. Сонда сіздің ойыңыз қазіргі философия ол қажет емес? Ал философия қажет жоқ. Мен айтқым келгені қазіргі таңда философтар өте бұрынғыдай қатты керек жоқ. Өйткені әркім өзінің жеке тұлға танайды, өзінің философ танайды деп ойлайсыз ба? Ал соған қарсы шығасыз ба? Иә, философия кезінде мысалы мифтік түрде, яғни жануарлардан немесе өзенге қарап өзінің болашаққа деген жолын ашты. Мысалға қайық жасап немесе самолет жасап. Қазіргі таңда философия менің ойымша ол яғни өзінің өмірге деген жолын жұмыс, мысалға неге мен мансап құру керек, неге мен бизнес ашу керек, неге мен ақша табу керек, оның бәріне философия яғни түсіну үшін толықтай көмектеседі деп есептеймін. Сонда біздің ойымызға келген кезде философия ол өз екі жағынан да керек нәрсе. Амбол, сіз тағы не толықтырасыз өзіңіз жағынан? Және де айтқандай, осы философиялық ойсыз да жетістікке жеткен адамдар бар. Мысалы, қазір көп адам философия деген қатты білмейді. Мысалы, интернеттен оқыған бір-екі цитаталар, қанатты сөздер, осы бәрі философия. Бір кітап оқып, оған уақыт кетіріп жатқан ешкім жоқ. Сонда қазіргі адамдар жоқ деп ойлаймын. Сонда қазіргі адамдар философия емес, андай материалдық мансап, ақша, андай танымалдық, сондай деп ойлайды. Жоқ, мен айтқым келгені осыған жететін құрал деп санамаймын философия. Бұл адамның өзінің ішкі дүниесіне қарай, әркім өз қалауы деймін. Қажеттілік деп санамаймын. Қажеттілік? Міндет емес. Міндет емес. Онсыз да өмір сүруге болады. Ерасыл, сіз оны қалай ойлайсыз? Рухани даму қажет пе қазір? Қажет емес пе? Рухани даму ол қажет деп есептеймін. Өйткені мысалға философист адамдар олар тоқырауға ұшырайды. Олар яғни өздерін құрметтемей, дұрыс емес жолдарға кетіп, немесе бәрібір өмір сүре беріп, өзін тым өмір сүруге қолайсыз өмір сүретінін көреміз, бәріміз білеміз. Сондықтан да философия осы адамды өзін құрметтеп, яғни адам өзін құрметтеу үшін өзін білу керек деп есептеймін. Яғни философия адам өзінің әлемге деген орнын ашатын болғасын, философия керек деп есептеймін. Енді осыны сөйлеген болса, мен Аманболға сұрағым бар. Аманбол, енді сіз қазір қажетті болмайсыз да, қазір өзіңіздің ойлағандай ойыңыз бар ма осы? Шынымен рухани қажеттілік демейміз, енді рухани жаңғыру қажет емес сіз үшін. Енді сіз онда егер рухани жаңғыру қажет емес болса, сіз онсыз қалай андай дамисыз? Материалдық жағынан қалай адамға философия? Осылай да еңбек етіп, білім іздеп,
білім деген практикалық білім. Мысалы өзім мамандығыма ерекшелеп осы уақытты қанша сағат оқып философия оқығанша өзіме керекті дәл қазір маған нан тауып беретін ақпарат іздеген дұрыс деймін. Осы уақытты жоғалту. Философиялық оқулардан, андай даналық сөздерден қажет. Ертең Еңбегі дейсіз. Я, мен сенің айтқаныңмен келісемін. Білім ол керек. Бірақ та философия сол білімді жаңартып, немесе оны дамытып, яғни жолды бірнеше есе оңай қылады деп есептеймін. Ол басында болған ежелгі кезде адам өзі бүкіл сынға беріп философия жақтан дамыды да, бірақ қазір ол дамып кетті. Философия өзі бөлініп қанша басқа ғылымдар шықты. Мысалы биология, математика, физика, осының бәрі ең алғашқы философиядан шыққан. Философия уақыты өтті, қазір жоғарғы білім деген сияқты. Әр адамда қандай бұрындағыдай андай бір адам андай білімге философ болып басқаны керек дейді да. Қазір әркімнің өзінің көп соның бәрін басынан келгенше уақыт көп кетеді. Артқа қарай бермей алға жүру керек қой. Бұрынғы адамдар мысалы 9-шы ғасырда өмір сүрген адамның ойы қазірге қалай келеді? Бұрынғы адамдар оқымады да, қазір анда оқиды. Бұл жерде аман болдың жағы да өте жақсы келген. Енді ерасы болған қарсы қалай сөз айта аласыз? Мен сенің айтқаныңмен келісемін, бірақ та пайда немесе төбеге қарата жоғары қарай жол тарту ол философияның міндеті деп есептеймін. Өйткені философия яғни ашылмаған ақпараттарды, ашылмаған мәліметтерді ашу үшін керек. Яғни білмейтін заттарымызды біз ойлап, яғни оны бірнеше түрлі жолға әкетіп бізге ең қолайлы жолымен, яғни мысалға болсын, мысалға ұшатын машина болсын, осы философия арқылы бүкіл ғылым зерттейтін сала деп есептеймін да. И сол ғылым бүкіл ғылымды зерттейтін болғасын, осы философия осы аспанға қарай таудай ұшу үшін философия бізге керек деп ойлаймын. Енді ең бұл жерде мен философия вообще керек жоқ деп тұрған жоқпын. Пайдасы бар, оны мойындаймын. Ол мамандар бар, философтар қазіргі таңда қоғам әртүрлі мәселелерді зерттейді, адамдардың жан дүниесін қарап. Бірақ мен әрбір адам бар философия қажет деп санамаймын. Қазір одан қарай керек адамдар өздерін оқып дамытып жатыр. Сонда сіздің ойыңыз қазір қандай философ дамытқанша басқа да ғарыш, мұхитта дамытқан дұрыс деп ойлайсыз, ойыма келген кезде сол қазір философтар ол мен айтқым келгені философиясыз да өмір сүруге болады деп. Философиялық сіз қалай ойлайсыз, философқа өмір сүруге болады ма? Жоқ, менің ойымша мен сізбен толықтай келісемін, бірақ та келіспейтінім де бар. Өйткені философияны айтатындар, олар философияны зерттеу керек деп айтып жатсың. Бірақ әрбір адам өзінің өмірінің философы болу керек деп есептеймін. Өйткені өз өмірінде небір сәттерге ойлану керек, яғни сәттерді шешу керек. Сол үшін философия небір ой тастап, оның ойын ашып, немесе адамға жеткізу жолын оңайлатып, немесе толықтатып тату үшін керек деп ойлаймын. Сонда сіздің ойыңыз, сонда философтар қазіргі әлемге керек адамдарға? Философтар олар біз оған айтып жатқан жоқпыз, олар бар да. Әр адамға философ болу қажет емес деп. Жоқ, философ енді айтқан кезде, енді тоқауға келген кезде философ болу ол сән жағынан болады. Әркім қазір философ бола алмайды. Себебі қазір оқу, білім білсең де саған өмірін тәжірибе керек. Бұрынғы философтар болу үшін адамдарға опыт керек, ойлар керек. Енді тоқауға келген кезде әр адам философ бола алады, бірақ әрқайсысы оны басқаға үйрете алмайды. Сол себепті әр адам өзінше жеке адамда болған жақсы. Қазіргі кезде енді сөзіміз философ болу сән бе, әлі қызмет пе, қажеттілік пе? Егер философ болғыңыз келсе,
конечно сізге мүмкіндік бар. Қазіргі әр адам өзі философ болуға білім жеткілікті. Біздің Қазақстан елімізде философ болуға әркімнің күші бар, және ақыл жетеді деп ойлаймын. Енді осыған келген кезде философ болу әркімге қажеттілік емес, бірақ өзінің андай кішкентай болса да философиялық ойлау даналығын болу керек деп ойлаймын. Сол осыған тоқталып келген кезде осында отқан Ерасылға, Аманболға рахмет, осындай ой толғау болды. Ең бастысы бізге келген кезде философиялық адамдарға қажет те, оған сән дегенде бізге әркімге керек, бірақ ол бізге әркім болуға қажет емес философ болуға. Осымен ой толғау тоқтады.